баранина емес, қойдың етінен үлкен деп жазып қойыңыздар. Баранина деген не? Мынаның бәрі не? Көрдіңіздер ма? Сіз міндетті түрде қазақ тілінде бірінші жазу керексіздер. Көрдіңіздер? А орыс тілінде мына жерде өтірік тұр. Қажеттілік болса орыс тілінде жазасыздар деп жазылып тұр. Міне, көрдіңіздер ма? Міне. Мемлекеттік тілде деп тұр. Қарамен жазылып тұр. Міне, мемлекеттік тілде деп тұр. Қажет болған кезде орыс тілінде жазылады, немесе басқа тілдерде. Соны түсініп алуыңыз керек. Мынау түк емес, мынау сіздердікі ондай қатты емес, өзгерте саласыздар. Негізі мына жерде 75-ші бап бар міне. Сонда бізде атаулары бізге жоқ, мына атау болса ол тұра берсін, түк етпейді. Көрдіңіз бе? Мынау ыстық тағамдар деп жазасыздар. Мына жерде салаттар және сусындар деп жазасыздар, иә? Содан кейін мампар болса, плов дегенде палау деп жазасыз, дұрыс қой, иә? Мәнті деп, иә? Қазақшасы бар. Лагман емес, лағман. Лағман, иә? Гуйру ланман дейтін, көрдіңіз бе? Мынау не жерде? Ғы деген сияқты өзіміздің. Иә, өзінің атауы жарайды, оған біз тиіспейміз. Сәумен дейді, анау-мынау. Міне. Қазан, шашлық емес, кәбап. Қазан емес, қазан. Көрдіңіз ғой? Табанру, табанжи, дапанжи. Өзіңіз түсінесіз ғой, түсініп тұрсыз. Мына 75-ші бапты оқып алыңыздар. Мына жерде айыппұл салынады 10.000-нан 92.000-ға дейін. Ол керек емес бізге. Біз өзіміздің тілімізді дамытуымыз керек. Өзіміздің тілімізді дамытуымыз керек. Ертең күні масқара болмайды. Келгенде адамдар қарайды, біз Ресейде жүрміз бе, Қазақстанда жүрміз бе деп. Көрдіңіздер ма? Біз Қазақстанда жүргенімізді дәлелдеуіміз керек. Если біз орысша оқысақ қайтеміз. Мен апай, класста қалай оқысақ қайтеміз. Апай, мен орысша оққам. Меня же не изменит, если я 10 апай, лет работаю. заң солай. Заң солай. Мен не істеймін? Мен өндіріп сайсын ба? Ол апай, Соттап сайсын. тілдер туралы заң 4-ші бабында жазылып тұр. Әр қазақтың азаматы қазақ тілін білуге міндетті деп. Көрдіңіз ба? Мен немерем садикқа қазақ тобына бар. Bir sürü қазақша білмейді. Оны садиктарды үйрету керек қазақ. Апай, оны сіздер бастау керек. Үйде сіздің келініңіз бастау керек болған. Дейді қызыңыз. Көрдіңіз ба? 50 жылда ел жана дейді. Өзгереміз. Қазақ тіліне қарсы шыққан қазақтар жаман.